Депутат халық пенен үкімет арасындағы көпір вазипасын атқаратығын сенімлі уәкіл. Оның халықтың арасында болып сайлаушылары менен тез-тезден ұшырасып, мұражатларын тыңлауы, ісленген жұмыслар бойынша есабат беруі халықтың мемлекеттік ұйымларға болған сенімін және де арттырып, бұқаралардың тұрмыс шариатының жақсылануына үлес қосады. Олий Мәжіліс Низамшылық палатасы депутаты Гүлжан Халмуратова аймақларда болып, халыққа мүнәсіп тұрмыс шариатын жарату бағдарындағы жұмыслар менен танысып, бұқараларды қинап кетірген машқалаларды үйренді. Олий Мәжіліс Низамшылық палатасы депутаты Гүлжан Халмуратованың дәслепкі мәнзілі Мойнақы районы болды. Әрбір мүражат шешімін күтіп тұрған мәселе һәм пікір бұл реформалар үшін текар. Депутат Арал мәхәллесі жетілігінің жұмыслары менен танысар екен, халықтың бәнтлігін тәмелеу, камбағалықты қысқарту, социалық машқалаларды шешу, жаслар һәм хаял қызлар менен мәнзілі жұмыс алып бару, құқық бұзарлықлардың алдын алу бағдарындағы ісленген жұмысларға айрықша әтібар қаратты. Анықланған кемшіліктерді тез арада сапластыру бойынша ұсыныстар берді. Депутаттың кейінгі мәнзілі Тігөзек ауыл бұқаралар жиыны болды. Мәхәлледе бүгінгі күнде 313 қожалықта 1501 халық жасайтын болса, олардың іспілермелік басламаларын қолап қотлау арқалы бәнтлігін тәмелеу, сондай-ақ мұражатлар мен ислесу жұмыслары да әтібарда болды. 15 депутатпыз район бойынша учаскелерді бөлісіп, өзінің халқымен ислесу бойынша әр тарау бойынша жұмыслар алып барып жатырмыз. Көп жұмыслар ісленді районда, еледі ісленді жұмыс көп. Соған бірге ойласып, пікірлесіп, енді ННО тарапынан қандай істеуге болады, қандай реже істеуге болады, проектлер істеуге болады, соны түсінік беріп жатырыпты. Мемлекет тарапынан енді істеніп жатырыпты көп жұмыстар, инфраструктуралар, социальный объекттер бәрі бір қатар салынып, жастар үшін әсіресе көп мүмкіндік тудырып жатырыпты. Қалған жағында біздер енді бар білімізді, күшімізді халықтың мүшкілін жеңілдетіп жұмыстар істеп бара береміз. Депутаттың жаслар менен болған сәубетлесуі болса, келешек иелерінің жаңа идея һәм басламалар менен жақыннан танысу, олардың машқалаларын шешу һәм ұсыныстарын тыңлау имканиятын берді. Жаңа бизнес жойбарлар, жұмыс орлары бұл тек қана экономикалық өсу емес, бәлкім жаслардың өз елінде мүнәсіп орын табуы да. Бүгінгі күнде көплеген жастар білім алмақта, олар өздерінің креатив пікірлері менен әрқилы таңлауларға қатнасып, өздері үстінде көбірек ізленбекте. Бұл депутат апамызға жүдә мақұл келді, һәм олардың арасында жаңа жаратушылар клубы ағзалары менен ұшырасып, оларға істеген жұмысларын көріп шықты, һәм өзінің бақалы пікірлерін һәм ұсыныстарын білдіріп өтті. Бұл үлкен мотивация болды деп ойлаймын біздің жастар үшін. Бұндан соң депутат райолы кеңес депутатлары менен ұшырасып, низамшылықта қабыл етілген қарар һәм пәрманлар хақында халықтың хабардарлығын асыру бойынша ісленген жұмыслар менен танысты. Сондай-ақ сайлаушылар менен тез-тезден ұшырасып, олардың машқалаларын үйрену, шешіп беруге жәрдемлесу бойынша тапсырмалар берді. Депутаттың кейінгі мәнзілі Хожелі районы болды. Онда мәхәллелерде басламалы бюджет процесслерінде жеңіске еріспеген бірақ халық үшін ахметлі болған жойбарлар менен танысты. Себебі әрбір баслама адамлар үміті, әрбір жойбар жасау шариатыны жақсылауға қаратылған қадемлер есапланады. Бұндай үйрену һәм ұшырасулар соны көрсетеді. Халық дәртін есту, оған әмелі жәрдем беру, инсанлардың сеніміне ерсу имканиятын береді.